Жауапкершілікті алу. Кейбір қызметкерлер жарнама үшін жоғары сомада бәсекелестеріне қарағанда көбірек ақша жұмсайды, тіпті олар қабілетті болса да, аса міндетті болмаса да. Бұл әділ емес. Көбірек жұмыс істегеннің өзінде бұлай істемеуі керек және ұзақ сағат бойы жұмыс істегенде оларға артық ақша немесе сыйақы беріледі деп ойлайсыз ба? Өйткені бұл үлкен жетістікке жету үшін сіз өзіңізге жақсы болуы мақсатында жүзеге асыратын дүние. Бірақ жасаған ісіңізді жақсы деп қабылдануыңыз керек. Адамдар ұғынып, қабылдаудың негізгі факторы. Бұл дегеніміз олардың тек көзбен көрген емес, ұғынып, түсінуі. Егер сіздің әріптесіңіз сізге қарағанда кез келген жағдайда шебер, білікті болса, демек, жауапты әрі мол ақша таба білуге қабілетті деген сөз. Қуанышқа орай, өз мансабыңызды өсіруге, командаңызды мықты қылуға, табысты болуға мүмкіндік бар, және сол мүмкіндіктерді пайдаланып, іске асыра білсеңіз болғаны. Яғни, алғашқы кезекте біліктілікті дамыту. Алдымен сізді өсіретін, нарыққа керек деген, қолыңыздан келетін жұмысты анықтаңыз. Болашақта жарқын өмір сүру үшін ештеңеден аянып қалмаңыз. Команда деңгейін өзіңіз елестеткеннің өзінде, аз уақытта жақсы көрсеткіш беретіндей етіп, жұмыс жасаңыз. Командаңыздың өскені сіздің деңгейіңіздің өскені екенін ұмытпаңыз. Жақсы, өтімді дүниені қабылдау, жауапкершілікпен жетістікке жылдам жетуге мүмкіндік береді. Ал жетістікке жету стратегиясында іргетасыңыздың негізін берік әрі жылдам қалағаныңыз абзал. Жұмысшылар алдымен бастықтың іс-әрекетіне қарайтын болады. Сол үшін де атақ-абыройды сақтау үшін біліктілік пен қабілетіңіз мықты болуы керек. Бір жетістікпен тоқтап қалмаңыз. Басқалардың сізді қабылдағанына көз жеткізетін бірнеше элементтері бар. Сонымен маңызды элементтің бірі, бастан аяғына дейін, жалпы бейнеңіз. Нақты айырмашылықпен өзгелерге қалай көрінесіз? Жақында өткізілген сауалнама бойынша персоналдың басшылары жалдау туралы шешім қабылдады. Көптеген адамдар қабылданған шешімге сенім білдіреді, және жұмысқа үміткерді қабылдамау шын мәнінде бірінші 4 секундта жасалады екен. Сондай-ақ, сізге өміріңізге керекті, қолданатын бірнеше элемент бар. Мысалы, сіздің сыртқы келбетіңіз, киім үлгіңіз маңызды нәрселердің бірі болып саналады. Адамның киімді таңдауы, оны күтіп кигеніне қарай, қандай тұлға екенін анықтауға болады. Сыртқы көрініс, өзіңіз көріп отырған жолдың көрінісі. Егер сізде оң кәсіби өзіндік имиджіңіз болса, өзіңізге деген сенімділікті арттыра түсесіз. Ал бұл барлық адамдарда жақсы идея мен компания қызметкерлеріне өзіндік имиджді қалыптастыруға әсер етеді. Имидж қалыптастыру негізгі өз жұмысының бар екендігін көрсетеді. Яғни, адамдар сыртқы келбетіңізге қарап, баға беретін болады. Демек, сіздің мансабыңыз адамдарға оң әсерін беруі керек. Тіпті, сіздің киім кию үлгіңіз жұмыста кейбір есіктердің ашылуына септігін тигізуі де ғажап емес. Сонымен қатар, тұлғалық қасиетті арттырудың тағы бір жолы бизнесте, немесе өз салаңыз бойынша тағы бір қауымдастықпен серіктес болып, байланыс орнатыңыз. Байланысты арттырған сайын, мұқияттылық пен жауапкершілікті еріксіз алатын боласыз. Сондай-ақ өзіңізге керекті адамдарды да анықтап, солармен тығыз жұмыс жасағаныңыз жөн. Осылайша тәжірибе қалыптасып, адамдарды танитын боласыз. Белгілі бір қауымдастық немесе мүшелікке қосылатын адамдар тұрақты кездесулерге жүйелі қатыспаса да көп жұмыстар атқарады. Мысалы, әртүрлі дүниелерді істеуде көмектесіп, жәрдемдесумен ақ жұмыс басты болады. Бірақ бұл сөз үшін емес. Сіздің негізгі жұмысыңыз қызмет көрсету үшін комитетті және еріктілерді таңдап алу. Қандай комитет ең белсенді болып көрінетінін анықтаңыз. Еріктілер сіздің уақытыңыз, сараптама жасау, уақытпен жұмыс жасауды білдіреді. Мұқият жазып алыңыз. Тапсырмаларды сұрау және уақытында мұқият істеу тамаша жасалынған дүние болмақ. Сондай-ақ, Инар-Эдуай сияқты белгілі қайырымдылық ұйымына және жыл сайынғы жұмыс деңгейін арттыра отырып, белсенді болыңыз. Сіз бұдан байып кетпеуіңіз мүмкін, бірақ сізде уақыт бар, және сізді бай қылатын сол білім мен жинаған тәжірибе болмақ. Кез келген адамды қоғамдастықтың негізгі басшыларымен танысу нәтижесінде шектеулі ресурстар үлкен беделге көтеретін болады. Бірнеше жыл бұрын, бүкіл әлемдік сауда палатасына кіріп, экономикалық білім беру комитетінде ерікті түрде жұмыс жасадым. Әдеттегідей, кез келген уақытта еріктілер саны аз болды, сол себептен жұмыс көп болды, және бар күш-жігерімен жұмыс істейтін адамдар ғана дайын болды.
1 жыл ішінде осы бірлестіктің жылдық конвенциясы жайында баяндама жасадым. Баяндамаға бүкіл мемлекеттегі ең ықпалды бизнес басшылары қатысты. Келесі жылы мен губернаторға және оның көмекшісіне мемлекеттік баспа кеңесінде негізгі брифинг өткізуге шақырту алдым. 6 айдың ішінде іскерлік қауымдастықта осындай танымалдылыққа жеттім және жалақымнан 3 есе жаңа компанияны басқаруға мүмкіндік берді. Бұның барлығы сауда палатасында белсенді болудан және басқа мүшелерге белгілі болу арқасында келген дүние. Шамамен 3 жылдан кейін United Way мен қалыптасқан мықты тәжірибеммен жұмыс істеуге ерікті болдым. Ал іс жүзінде менің бизнестегі әлемім өзгере бастады. Бұған қайырымдылық ұйымының жыл сайынғы қайырымдылық қозғалысына қатысуына көмек беруім себеп болды. Бастан өткен іс болғандықтан көп ойланбай қатыстым, бұл жемісін де берді. Мұндай керемет сезімді айтып жеткізудің өзі әсерлі. Бұл Америкада жетістікке жету баспалдағының ең жылдам жолы болып саналады. Адамдардың көпшілігінде болмайтын, көзге көріну деген сынды нәрселерді арттыру үшін жасай алатын басқа да көптеген нәрселер бар. Мысалы, 105 бас атқарушы қызметкерлерді зерттеу, адамның мансабында тез жолға түсетін 2 қасиеті бар деп қорытындылады. Бірінші қасиет – күнделікті тапсырмаларға қарсы келу, бұл артықшылықтарды белгілеу, ажырату да маңызды емес. Екінші қасиет – жылдамдықты сезіну, жұмысты тез игере алып кету. Менеджерлердің орны кемшілікті жасырып, артықшылыққа айналдыра білген адаммен дұрыс жұмыс жасай білу керек және құрметтеу керек. Америкада жұмысты аяқтаудағы сенімділік ең құнды қасиеттердің бірі болып саналады. Өзіңізді мойындатудың тағы бір жолы – жұмысыңызды, дағдыларыңызды үнемі жаңартып отыру, және сіздің басшыларыңыз сізге ешқандай күмән келтірмеуі тиіс. Басшылармен ой-пікір алмасып, тартынбай, еш қысылмай, өзіңізді еркін ұстау арқылы жұмысты нақты жүргізе аласыз. Сонымен қатар, қосымша курстар мен семинарларға қатысып отырыңыз. Менде жұмыс деген жас ел 6 айда агрессивті компьютермен оқыту, бухгалтерлік есеп арқылы өз жалақысын 2 есе азайтты және ол оған бухгалтерлік дағдыларды меңгеру арқылы компания деңгейін өсіре алатынын білді. Сондай-ақ бастығыңыздан кітап және аудио бағдарлама бойынша ұсыныстарды сұрап көріңіз. Оларды тыңдап естігеннен кейін, осы жоба жайлы іске асыруды қарастырып көріңіз. Барынша көбірек біліп, қызығушылық танытатын адамдармен бірге компания құндылығы да өсетін болады. Әрине, егер сіз позитивті психикалық қатынасты дамытып отырсаңыз, қарапайым сөзбен айтқанда, көзге көрініп, жетістікке жету жолы жеңілдей түседі. Әдетте, компания арасында үнемі көтеріңкі көңіл күйде, адамдарға жағымды әсер сыйлап жүру, пессимизм бағытындағы адамдардың оптимизмге ауысуына, үнемі жадыраңқы жүруіне әсер етеді. Ал бұл сіз үшін кез келген есіктің ашылуына оң әсерін береді. Бірақ нағыз достық пен сыйластықты ұмытпаңыз. Сонымен қысқаша айтқанда, көзге көрініп, белесті бағындырып, табысты болу жолында деңгейіңізді көтеретін 5 жол бар. 1. Өзіңізге жүктелген тапсырмаға және сіз үшін маңызды деген дүниеге жауапты әрі өте мұқият болыңыз. Сіздің таңдаған жолыңыз болашақта сізді өсіретін және сол үшін жоғары жалақы төленетін болады. 2. Әрекетіңіз бен сырт келбетіңізге мән беріңіз. Киімдерді барынша жоғары стильде таңдаңыз. Қызметкерлердің киіміне қарап, компания деңгейінде анықтауға болады. 3. Компанияның ішінде де, сыртында да байланыс жасап, арттырып отырыңыз. Барлық нәрсеге уақыт табуға, үлгеруге тырысыңыз. Жұмсаған уақытыңыз кейін болашақта пайдасын тигізетіндей болсын. Өз салаңыз бойынша нарықты зерттеп отырыңыз. Егер сізге пайдасын тигізетін болса, волонтерда болыңыз. Волонтер ретінде қосылған қауымдастықтың басшысы кейін сіз болуыңыз да ғажап емес. Ол сіздің жұмысыңызды табысты болуына әкеледі, әрі біліктілігіңізді арттырады. 4. Сондай-ақ семинар тренингтерге үзбей қатысып отырыңыз. Бірінен болмаса, бірінен кереметтей тәжірибе алып шығасыз. Ал ол өмірлікке кететін болады. Қосымша кітаптар мен аудиолар тыңдаңыз. Осы жайында басқаларға да ұсыныңыз. Әрқашан білгеніңізбен бөлісе отырыңыз. Бастығыңыз сіздің ынталы, құлшынысыңыз бар екенін байқаған кезде, табысқа жетуге көмектесіп, мүмкіндік беретін болады. Америка елінде бұл процесс көптеген адамдарды мансап жолында басшы болуына дейін апарды. 5. Ақ көңіл әрі жанашыр болыңыз. Басқалары сізді үнемі іздеп тұратындай болыңыз. Ұжым арасында байсалды, сабырлы болыңыз.
Тек пайдаңыз бен жақсылығыңызды тигізіп жүріңіз. Бір нәрсені есте сақтаңыз. Егер сіз шынымен қаласаңыз, бәрі қолыңыздан келеді. Өзіңізден ештеңені аяп қалмаңыз. Уақыт бөліңіз. Барлық жолдың сапалы қалануы өз қолыңызда екенін ұмытпаңыз.